Макарондарыңыз үнемі езіліп, бұлжырап, жабысып пісе ме, онда осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен майымызды құямыз. Майымызды аз да емес, көп те емес, орташа мөлшерде құямыз. Содан соң үстінен пиязымызды салып қуырып аламыз. Оның үстінен ірі болып туралған картопымызды салып, үстіне бір шай қасық томатымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте біз үстінен вермишелімізді саламыз, немесе макарон салсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, қызарғанша қуырып аламыз. Барлығын жақсылап қызарғанша қуырып алғаннан соң үстінен қайнаған ыстық суымызды құямыз. Дәміне қарай тұзымызды және дәмдеуішімізді қосып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін осындай бізге Ковалев фирмасының бұқтырылған еті қажет болады. Осылай үлкен болып түседі. Бірнеше бөлшектерге бөліп жібереміз, арасын ашып. Содан соң оны тағы да бір 5-10 минут шамасында қалдырамыз. Мінекей, осымен біздің тағамыз дайын болды. Езілмей, жабыспай, өте әдемі шашырап пісті. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.